видео түсіруге болмайды. Камераға жұмсайды. Видео түсіруге болмайды деп брат. Сөз дәлел болмайды, сен қағазымен келдің. Старший керек па? Сөз қағазымен келдің, старший сөйлемейсің, деймін. Старший керек па саған? Қағазбен келдің. Кеттік сөйлесесің. Сөйлескен алып кетші. Ассалаумағалейкум. Алейкум. Видео түсіруге болмайды деп жатыр да. Иә. Сол не себепті қағаз бар ма андай? Қағазды администраторын сұрайды, не жатсыңдар? Кім сұрақ жауап қойып, халықтан қызықты видео түсіріп жүрміз. Түсірме. Нравится? Типа. Алдың қой. Что? Прикол сопкісің ба маған енді? Блогерсің ба? Еще другое? Да, еще ты ма. Өз құқығымды қорғауға болады. Жоқ, мысалы енді, может, енді келесі кассайна қандай болып қалатынын білмеймін. Сенеуге болмайды адам. Адам сияқты түсіндіріп айтып Альфия Равильевна, Қағаз бар ма, мысалы? Көрейін. тут подошел блогер парень. Слушайте внимательно. Молодой человек. Тут подошел блогер парень. Хочет снимать на видео вопрос, ответ с посетителями. Я ему говорю, что это не запрещено, но легально нужно, да, чтобы он заявление написал через директора разрешение, так как это частная территория, я ему объясняю, да. Он просит у меня подтверждение, то есть документ какой-нибудь об этом. Говорит, если документы... Да, он вас слышит. Молодой человек, я не знаю, как вас зовут. Меня зовут Альфия, я руководитель департамента аренды и маркетинга. Қазақша сөйлейсіз ба, қазақша? Орысша түсінбейтін. Қазақша? Мен маркетинг аренданың басшысымын, руководителімін. Менің атым Альфия. Сіз ТРК-да рұқсатсыз түсіруге сізге болмайды. Себебі бұл жекеме, частная территория ол. Жоқ, мен мысалы тут... Сондықтан сіз заявление жазасыз, рұқсатын сұрауға. Содан кейін рұқсат берілсе, сол кезде сіз түсіріп ала аласыз. Бірақ та ол на платной основе. Так, болдыңыз ба? 4-5 айдан бері осы ТРК-да видео түсіріп жүрмін, жалпы ешкім онда келіп не болған емес, видео түсіруге болмайды, тарт, анау, мынау деп. Жоқ, бізді, мені тыңдасаңызшы енді соңына дейін. Мен сізді тыңдадым, сіз де мені тыңдаңыз енді. Алло. Жоқ, соңына дейін тыңдаңыз, мен сөзімді айтып болайын. Или мен сөзіңізді бөлдім ба? 4-5 айдан бері видео түсіріп жүрмін мен. Ұстайтын болса, ұстайтын еді сол кезде. Қалай көрмейді ол, жұмыста ма жалпы, күнде? Қалай көрмейді 4-5 ай бойы? Ладно, бір апта көрмей қалды, ладно. Екінші апта қалай көрмейді ол? Жоқ, мен сізге айтып тұрмын, сіз қазір ұсталдыңыз, қазір сізге тікелей айтып жатыр, сізге рұқсатсыз ештеңе түсіруге ешқандай апроч жасауға болмайды. Түсініңіз, сіз деген ертең келіп ажырасып кетсеңіз болады, біз қабылдаймыз, содан кейін сізге шешім береміз, жарай ма? Енді оған қағаз ба бірдеңе бар ма, ол түсіруге болмайды деген, кәм печатпен, кәм нормально, заңды түрде. Если входной группаға барсаңыз, на всех входных группах кірген жеріңізде сізде запрещающий знак, видеосъемка запрещена деген знак бар. Это частная территория. Бұл государственный не емес түсініңіз ғой, да, ол не государственное учреждение, где вы можете спокойно передвигаться. Да, вы сейчас передвигаетесь спокойно, но это частная собственность. Мы холдинг, мы частная, мы от государства не зависим. Мы платим также налоги, здание что-то или нет. Поэтому... Қазақша сөйлейсіз ба, қазақша? Напишите заявление. Қазақша айтыңыз. Мен қазақша айтуға міндетті емеспін, жақсы ма? Мен орысша түсінбеймін сіз. Мен сізді түсінемін, қазақша сөйлесеңіз болады, мен сізге орысша жауап беремін. Мен орысша түсінбеймін. Себебі менің ұлтым қазақ емес. Сіз маған қызмет көрсетіп тұрсыз ба, қазір ақпарат беріп қызмет көрсетіп тұрсыз ба маған? Деген заң бойынша айта қалған жақсы ма, что мне запрещено говорить на русском. Сначала мне по закону скажите, что мне запрещено, потом вы будете мне указывать, на каком языке мне разговаривать. Это ущемление прав, это первое. Во-вторых, это
национальное розыгрыш сейчас устраиваете. Мне этого не надо. Я вас понимаю на казахском, пожалуйста, вы можете, я буду вам говорить максимально, сколько я знаю казахский, я не казашка, но я буду максимально вам отвечать на казахском. На сегодняшний день у вас нет заявления, у вас нет разрешения, поэтому я вам еще раз говорю. Келіп, арыз жазасыз. Ол на платной основе жүргізетін реклама болады. Түсініңіз ғой, да? Ол реклама. Себебі сіз опрос кім үшін, не үшін жасаватсыз? Оның бәрін жазып кетесіңіз. Сосын уже шешім қабылданады. Біз филиалбыз, біз деген филиал болғасын, мы согласуем бас, немен, офиспен, соның бәрін согласовать етеміз. Сіз маған қызмет көрсетіп тұрсыз ғой да, ақпарат беріп, мысалы. Сіз маған қазақ азаматына қазақша қызмет көрсету міндетті ғой, білесіз ба? Жоқ, жаңа өзі орысша сөйлеп. Айтпаңызды түсініп отқан жоқ, мен тек қазақша сөйлеймін, қазақша түсінемін. Казахша сөйлейміз, я вам не запрещаю говорить, но вы не имеете права меня заставлять говорить на казахском. Жоқ, сіз маған енді ақпарат беріп тұрсыз ғой, дұрыс па? Қызмет. Это частная территория. Выведите, пожалуйста, его из Баджихат. Да. Выведите его, не разрешайте ему снимать все. Хочет прийти написать заявление, пожалуйста, завтра с 9 утра до 6 вечера мы на работе, сейчас до 3, а сейчас до 2 у нас обед. Тасыш, очень полный бардак болады. Орысша қызмет көрсетеді. Қазақша айт десең міндетті емеспін дейді. Все, болды. Мен оларға қазақша айтып тұрмын мысалы. Маған қазақша қызмет көрсетіңіздер, мен орысша түсінбеймін. Ол айтады, мен міндетті емеспін дейді.